Ассалаумалейкум достар, біз Алтын Ордадамыз, Алматы, Қазақстан. Бүгін 28 қаңтар, 22 жыл. Қазір еттің оптым және розница бағасын түсіріп беремін. Алтын Орда оптовка, Сарыарқа және Зеленый базар. Бұл видео көбінесе өзім үшін исторический видео. Бір-екі жылда көреміз, қайтадан еттің айырмашылығын, бағасын көреміз. Давайте соңына дейін көріңіздер, лайк, комментарий аямаңыздар. Осындай полторашка бар екен. В общем, примерно жуан бармаққа қазысы 180 килограмм. Бүгін сойылған дейді. В общем, 2300-ден берем дейді. Бауыр жүрек кірмейді, шек қарта кіргізеді. Өте нормальный, жақсы вариант сияқты. Жарты жылқы артқысан, алдыңғы қол, қабырға и жарты мойын, Құтнажының жарты еті 2100-ден дейді. Примерно 55 килограмм. В общем, түсіріп бердім. Қойдың еті 2100-ден болатыр, бірақ қандай үлкен қойлар кішкене келістіріп береміз дейді. Потом жайылымның малы тоже 2100-ден болатыр, сиырдың еті. Бірақ қазір сатып атқан көбінесе таналар. Таналар негізі арзандап жүреді. Бұқа чөт көрмедім бүгін. Алтын Орда кеш келдім, негізі 3 болды сағат. Жылқының етін айттым. Анаяқта бір вариант бар екен. Чисто артқы санды алсаң 2200-ден дейді. Потом 2400-ден шек қарын, қарта, артқы саны и қазысы. Осындай да вариант бар екен. В общем, осындай. Қазір ішіне кірем, розницаны түсіріп беремін. Ішіне кірдім, в общем, мынандай вариант бар екен. Қазысы и бір сүйек 3000 теңгеден көзінше айналдырып береді дейді. Например, 2 ел қаз. Бие ойдым. Бие ма? Ұрғашыма байтал. Фарш көріп тұрсыз қаншадан. В общем, сан ет артқы 2500-ден дейді. Қабырғалар 2400-ден. Мына қай жақтар? Тоже сан еттер 2400-ден дейді. Телятина, бақанас. Омыртқа 2300 дейді. Розница примерно осындай, бағалардың бәрі бірдей. Түсірмей қойын бәрі. Бірақ Алтын Ордада, короче, вестен жейді. Білес қандай мал сататқанын особо білмейсің. Вот. Қатарда сбой сатады екен. Бауыр, қарын. Қойдікі 850, сиырдікі 1200. Аяқта свинина, хорошо, что адам жоқ, сатып атқан жоқ. Қойлар, жарты қой, в общем, 2300 дейді. Кесілгендер. Қабырғалары 2000 теңгеден. Алтын Ордадан шықтым, қазір Сарыарқаға барам. Қайтадан айта кетейін, еттің сапасына мен ешнәрсе айтамын, тек бағасымен таныстырдым. Өзім жылқы 2450-ден сатам, жылқының етін. Зато қай жақтан үйден келіп көре аласыздар. Туша, полутуша келсең сол бағасын. Все, шықтым. Олардың аты Арыстан екен, шатасып қалдым. По-моему, Шылы, Төле биден жоғары. В общем, жылқының еті сүйегімен 3000 теңге деді. Сүйексіз 4000 теңге, чисто қазысы 4000 теңге. Малатне қат көрім. Бұл көрші 2 жасар, примерно сондай ғой. 2 ел қазысымен көрінсе. Примерно осындай еттер 4 қатар бар екен, говядина. Тоже жая дейді, короче, неше түрлі аттарды айтады. Негізі бұл бәрі сүйекпен ет. 2700-ден дейді, Арыстан базар. Просто для разнообразия қараңыз, қандай витрина күшті, фрукты, овощи сатқан. Дарбыз да бар. Упаковка. Бірақ бір минусы суық жерде тұр бәрі. Күшті екен, Оптовкаға келдім. В общем, мынандай сан еттер. Сүйексіз, мякоть, говяжий 3200-ден, фарш 2200-ден дейді. Говядина мынандай сүйекпен еттер 2700-ден дейді. Қордай, Чимкент, көбінесе Қордай дейді. Вот, говядина 2500-ден де бар екен. Қабырға. Жылқы сататындардан 2 қатар бар екен. Сиыр сататындар 3 қатар, и 1 қатар қой сататындар. Артында шошқа сатады. Жылқының еті сүйек пен қазы 3000, отдельно қазы 4000, тоже бағана базардікіндей. Бірақ қазір кешкі базар деп келістіріп береміз деп айтып жатыр. Вот. Айтпақшы, қойдың еті 2300, тоже самый, андай жартылай, жарты туша. Кеттім Зеленый базарға.
общем, магнумдамын. Говядина гуляш на кости 2800 дейді. Баранина антрикот 3660. Баранина ребрышки 2980. Для шашлыка баранина 4080. Грудинка говядина 2050. Фарш говядина 2,5. Короче, нарезкалар 3800, 3700. В общем, осындай бағалар. Говядина спина 3280. Примерно осындай бағалар. Зеленый базарға бармайтын болдым, өткені оптовкада бірдей шығар бағалар. Қазір жалпы интернетте қандай баға болып жатыр, соны көресіздер. Давайте соңына дейін көріңіздер. Еттің бағасын интернеттен көрейік. Сол үшін ойылысқа кіреміз. Говядина деп терсек. Блоковый 2300, 1750 коровняк дейді. Коровняк деген, может быть, кар сиырлар 1450, 2000, 2050, 2300 местный мінеке. 9605 дейді. 2600, мынау, скорее всего, Белоруссия 1450 деген. Или аферюгилер 2200. Енді жылқының етін көрейік. Ол үшін жылқы деп терек. 2400, 2500, 2500. Бұның бәрісі тілікке, скорее всего, бәрі. Средний рыночный баға осындай. Негізі, достар, өзіңіз біліп алған немесе таныс жерден алу керек етті, менің ойым бойынша. Бұл видеоны 2 жыл, 3 жылдан кейін көреміз, салыстырамыз. Көрген үшін рахмет. Соңына дейін сау болыңыздар.